Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазір мансап қорына кеп тұрмын. 5 күні тіркелген болатын жұмыссыздыққа. Мына басшылығына кеп тұрмын. Қазір мына Нәлібаев келеді дейді, жиналыс деп отыр. Мына мамандар ше. Өткенде де ана бір Ақжол деген бала тіркелгенсіз, күйеуіңізде, өзіңізде бәріңіз тіркелгенсіз деп. Енді қазір таңда өзіміз инфляциямен тұншығып отқанда, январ айы қазір өтінім берілмеген мекемелерден, сұраныс берілмеген. Біз қазір не істейтінімізді білмей отырмыз. Қазір енді біз вообще январ айы полный айлық алмаймыз біз. Өйткені себебі мен енді екінші топтағы инвалидпін. Тұрақты жұмысымнан еді, ардагердің тоқалына еді, ішімдегі балам кетті. Кімді қызықтырды, кімді қызықтырды айтыңыздар, халқым, қазақ халқым. Мына не енді январ айында өтінім жоқ, қазір 12-сі болды бүгін, міне 12-сі болды. Әлі приказ жоқ, әлі өтінім жоқ, әлі жолдама жоқ. Біз сонда енді болды ғой, 15 күнде енді айлық аламыз ба, алмаймыз ба январ айы? Мен әбден шаршап отырмын. Мынаны аудандық прокуратураның назарына ұсынамын. Мына шешіп беріңіздер, мына январ айына негізі 1 жылға қаражат бөлінеді. Сонда біз январ айы полный алмайын деп отырмыз ғой. Өтінім қашан беріледі? Осы мәселеге көмек беруді сұраймын. Инфляция болып отыр. Қазір 10% пенсия қосылды, алайда қазір 100% базарда да жан-жақта қымбатшылық болып жатыр. Не істейміз? Бұл кісілерден тұрақты жұмысы бар, отпуск алады, айлық алады, қосымша алады. Бұларға қызықтырмайды. Біз не істеуіміз керек енді? Мынау ауданның прокуроры, ауданның әкімі, мына Жандарбеков, мына сіздерге айтатын, мына шешіп беріңіздер, өтініш сіздерге. Мына инвалид жаннан, екінші топтағы, 2 бала асырап отырмын, студент оқытып отырмын мен еще. Не істейміз? Мына шешіп беріңіз, өтініш сізге.